Бірақ бауырлар, жаңағы байқап қалдым, намаз қаза болған деп сұрақтар қойып жатсыздар, негізі ондай сұрақ қойылмасын бауырлар. Және айтамын. Бүгін намазда сол жайында болды ғой тақырып. Яғни сондай қылып тұрып алайық бауырлар. Адамдар сол саудасының анау мүмкіншілікті жібермей жабысып жатыр ғой. Сол мүмкіншілікті жібермеймін дейді де, қалай да болсын. Сол сияқты намазға адам солай жабысу керек те. Жетпегенде жетпей кетсін, намазымды қаза қылмаймын деп адам отырып алу керек осы принципке. Сол ниетіңе қарай Алла Тағала саған бәрі реттеп береді. Бізде уайым қайғы болмаған кезде сол ниетіңе қарай бола береді ғой бәрі. Көрейін, әне мүмкіншілік болса оқи салам. Болмай жатса енді артынан қаза қыла салам. Десең точно қаза болады намазында. Өйткені ниетің дұрыс емес сен. Адам намазды уайымдап жүру керек те. Мына жерде шығып жатырмын, Құдай қаласа ана уақытта асырда ана жерде болып қаламын, Құдай қаласа. Соғысына шаруамды бітіре берейін, асыр уақыт келген кезде ыңғайлап оқып аламын деп. Адам ойда сол нәрсе, уайым, қайғы сол болса, соған қарай Алла Тағала саған бәрі реттеп береді. Біз қашан намазды кейінгі орынға ысырамыз? Мына шаруам бар ғой енді. Жоқ, Алла шаруаңды бітсін шығарады. Барака болмайды жерде. И намазда қаза болады. Ал намазды қаза қылу бауырлар шариғатта өте үлкен күнә. Өте үлкен күнә. Алла Тағала Құран кәрімде анау фауайлил мусаллин. Сондай намазды оқитындарға уайлы болсын дейді аятта. Уайыл деген ол тозақтың шұңқыры шығып тұратын мұржа ғой. Ана үйдің мұржасынан от шығып тұрады ғой. Тозақтың мұржасын сол уайыл деп айтады. Сондай намазхандарға уайыл болсын дейді Алла Тағала. Қандай намазханға десе, намазын немқұрайлы қарайтындарға дейді. Онан кейін аятта. Олар кімдер десе жаңағыдай. Оқыса оқи салады, оқымаса қоя салады. Бірдеңе қыла салады. Сондайларға уайыл болсын деген ғой Алла Тағала. Ойлаңызшы. Қорқынышты аят анау. Сол үшін жаңағыдай намазды уайымдап, Алладан жәрдем сұрап, я Алла, әйтеуір намазым қаза болып кетпесе екен деген уайым жүрегімізде болса, Алла саған көмектеседі иншалла. Намаз оқитын мүмкіншілік жасап береді саған. Сондай ортаңда нәсіп етеді. Сондай екен да. Бауырлар, бізде ондай сұрақ қойылмасын екінші. Намазымды қаза қылған едім, ол қалай болады? Ондай сұрақ болмау керек та. Қалай да болсын біз намазымызды оқымыз керек. Қалай да болсын. Ал енді ол уақыты келетін болса, ойламайық, намаз оқығандардың бәрі бір жұмыссыз, қол бос бір жүрген адамдар емес қой. Ерігіп, не істейін қой, намаз оқи салайын енді. Қол бос қойын, демалыс қойын, оқи салайын. Ондай емес қой. Елдің бәрі жұмыста. Сіздің де маңызды жұмыс істеп жүрген қанша азаматтар бар. Намазда мықты бірақ. Ал сонысына қарай Алла Тағала олардың өміріне баракат беріп қойған да. Намазында мықты болғандықтан. Көрдіңіз ба? Ал шайтанға да керегі сол. Мына мұсылман қорған деген бар бауырлар. Крепс мұсылман дейді ғой. Сол мұсылман ең үлкен қорған намаз деген ғой ғалымдар. Ал сен ол намазың қорғанына сен көмектеспесең, онда ол әлсіресе шайтан сол есіктен кіріп келеді екен, шайтан. Шайтанға керегі сол. Сол үшін пайғамбар алейхиссалам, Алла Тағала осы намазды ертең жүзімізге ұрмашы деген ғой. Намаз өте ықтият, және оған қатты тұру керек те намазға. Сол ниет ықыласыңа, соншалықты бір уайымға қарай Алла Тағала дәрежең өсіп қояды да. Соған жараса өмірге баракат беріп қояды. Біз қашан тыныштықты мына жақтан іздейміз. Біз сол кезде көп неден қалып қоямыз бауырлар. Сол үшін сапарда жүрейік, басқа жерде жүрейік, жұмыста жүрейік, қайерде жүрмейік. Бірден қараңыздар, намаздың кіретін уақыты бар, шығатын уақыты бар. Осы аралықта өтір оқып алсаң болды ғой. Әуелгі 10 минутта оқи алмасаң, екінші 10 минутта оқуға әрекет жаса. Оған да мүмкіншілік болмай жатса, одан кейінгі 10 минутқа кіріс. Аятта Алла сендер қиыншылыққа тап болған кезде мен сендерге шығатын жол тауып беремін деген. Сен намазыңды уайымдасаң, Алла саған тауып береді. Оқитын жерде тауып береді, уақытты тауып береді. Намаздан кейін қайттан жұмысыңды істей бер. Ол енді берекелді, қайырлы жұмыс болады, намаздан кейін иншалла. Сол үшін бауырлар, біздің көп қазір мұсылмандардың сәтсіздікке ұрынып жатқан жеріміздің бірі осы жерде ғой. Намазымыз кейде жаңағыдай бір қиыншылық келген кезде намазға қатты тұрып аламыз. Проблема келген кезде Алла дей бастаймыз. Ана қашан проблема құтылған кезде қайттан есімізден шығып кетеді. Айтады ғой, самолетпен кемеде атеистер болмайды дейді ғой. Елдің бәрі Алла Алла деп отырады да. Самолет аман-есен қойған кейін қайттан есінен шығып кетеді да. Ғалымдар сөйтіп айтқан, самолетпен кемеде атеист болмайды дейді.
Құдайға сенбейтін адам болмайды екен ғой ол жерде. Бәрі Құдайға сеніп отырады екен да. Аман есен қонайыншы деп. Аман есен қонайыншы деп. Ана самолетке мінсе, алдыңғы қатарда бір жігіт Құран оқып жатқан ғой. Елдің бәрі бүйтіп қарап өткен ғой жанынан. Мынау типа ана жаңағы мұсылмандардың бір несі ғой деген сияқты. Ұшқан сосын. Бір уақытта ауада анау самолет қозғалған ғой деймін біраз. Елдің бәрі ана жігітке қарап отыр дейді артынан. Ол Құран оқып отыр екен. Бірден басын көтерген ғой, не болып жатыр деп. Елдің бәрі ойбай оқи бер деп айтады. Басын көтерме деп айтады дейді. Самолет шайқалып жатыр. Ана үміт анада болып тұр үшін. Басында құбыжық бір уахаби еді ғой ана бала. Мынау кімді бүйтіп өткен ғой бәрі. Ана алдың қатарда Құран оқып отқан, ешкімге мән бермей, еліме бүйтіп кісі болып өткен ғой мынау деп. Бір уақыт ана не бастаған кезде өшім ана әуле болып кеткен ғой жерде. Басын бір көтерген екен, елдің бәрі шулап кетті. Ойбай оқи бер. Басын көтерме деп айтады. Қалай екен, жан деген. Көрдіңіз ба? Сол үшін мына өмірді кеме деп қабылдауымыз керек те, бәріміз бір кеменің ішінде кетіп баратырмыз қазір. Бәріміз сол бір кеменің ішінде, алып жер шарының ішінде кетіп баратырмыз, бәріміз. Оның ішінде жаңағы ең негізгі миссия ол құлшылық. Ең негізгі миссия дүние емес, ең негізгі миссия жұмысқа бару емес, ең негізгі миссия тағы басқа мәселе емес. Ең бірінші сенің миссияң, міндетің, өмірге келудегі міндетің құлшылық жасау. Бұл аят Құрандағы. Расында жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасау үшін жараттым деп тұр ғой Алла Тағала. Біз Алла сол үшін жаратты. Яғни бізге мұқтаж болғандықтан емес олар. Алла мейірімді, өз рахматымен жоқтан барып жаратты бізді. Бүткіл жаратылыстың ішінде бізді әзиз қылып қойды Алла Тағала. Қарамда бәни адам дейді аятта. Біз адам баласын құрметті қылып жараттық деген ғой Алла Тағала. Құрметті. Бүткіл періштелер адам алейхиссаламға сәжде қылды ана жерде. Сол немізден түс қалмауымыз керек та деңгейімізден. Қазір біз айтып жүрген періштелер бауырлар. Періштелер. Жәннатта қызметкерлер солар ғой. Момындардың қызметкерлері солар. Ана келетін нәрсесін береді деп жүретін. Қараңызшы. Біздер мына өмірде періштелерге не тұрмыз ғой, нұрдан жаратылған еді, машалла, әрине, періштелер жақсы көреміз әрине. Олар да біз жақсы көреді. Бірақ ақиқатында Алла соларды бізге қызметкер қылып қойған екен да. Қазір мына жиын деп айтқан азық деп адамдар қазір намазға да мән бермей осыны іздеп жатыр күні түні. Қайтсем бала шағаның нафақасы. Қой, нафақаны ол береді Алла. Сен намазыңды уайымда. Алла Тағала мына өңешті тесік қылып жаратты ма, мына тесіктен өтетін лұқма Алла өзі жеткізеді дейді ғалымдар. Уайымда ма дейді. Оны әрекет жаса, жұмысқа бар, уәдеңде тұр. Серттескен сертіңді бұзба. Айтқан уақытымен бар, істе. Бірақ нәтиже Алладан. Енді ертеңгі ризығыңды бүгін аламайсың бірақ дейді. Оны Алла Тағала хадис құдісте айтады, пендем дейді. Сенің ертеңгі парыз болған намазыңды бүгін сұрап тұрған жоқпын ғой сенен дейді. Сол сияқты ертеңгі ризығыңды бүгін сұрамасайшы менен дейді.